кейінгі 19 ғасырдағы Қазақстан. Қызметші, маған бүкіл сарбаздарды алып кел. Менің қызым ер жетті. Ой, ер жетті деппін ғой, бой жетті. Десеңізші, ханем. Күшетші, барлық сарбаздарын аяқ алып кел. Менің қызым бой жетті. Сарбаздарым, менің қызымды кім алады? Жарайды. Менің қызымды кім алса, соған 1 миллион қосып берем. Нағыз. Қызым, қорқпа, қазір. Сендерге бір жұмбақ қойайын. Кім соны тапса, соған қызымды берем. Осы, түнде шықсаң, төбеде жыртылап тұрады ғой, чылт-чылт деп. Білесің ғой айтса? Қандай сковородка? Жарайды. Осы жыртылап тұрады ғой, чылт-чылт деп. Қараңда білесің ғой айтса? Қандай ноутбук? Сен білесің ғой айтса, жыртылап тұрады ғой андай төбеде. Қандай имплантан? Зексіз. Жарайды. Сендерге екінші жұмбақ қойайын. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарышы жембей. Қызым, саған таласып жатыр? Жарайды. Менің Дамира қызымды көрдіңдер. Менің Данел қызым бар. Ол қалмақтар қол астында. Кім маған соны алып келсе, мына Дамира қызымды берем. Мен онағызды тауып бөктерінен тауып алдым, ханым қызы ғой. Жіберді мені, босатыңыз бұл. Сен ешкім ұстап тұрған жоқ қой. Аузың жауып отыр. Қазақтың жігіттері болғанда көзімді оятын еді. Сен бізді қазақтың жігіттерімен салыстырма. Біздің кеудемізге 10 найза, арқамызға 40 жебе қадалса да қыңқ етпейміз. Болды. Ештеңке. Мынау кім тағы? Қазақтың батыры ғой. Дұрыстап ұстаңдар, қаш кетмесін. Менің шотыма жазсаңдар. Бетін аш ананы. Мынаның түріне не болып кеткен? Сен кімсің? Танып қой, мен қазақтың атақты инкубатормын. Жоқ, экскаватормын. Мен трансформатормын. Одан да тефайлымын деп айта салмайсың ба? Отырыңдар. Қарындасым, мен сені қазір құтқарамын. Жарайды ағатай. Артқы қалтамда лез бар. Аш. Қол тастай қой. Лезімді ғана асай. Кесен. Ойбай, қаян, күтіп атсың. Не істеп атсың дәрей? Кейбір жабылғандарым дұрыс болмайды. Күркенің ішіне кіріп төбелесейін. Онда мен қызды алып кете берейін. Мен бұл жеңісімді осы отырған қолында. Зәл ойнап жатыр. Зәл ұтпадық.
По-моему, желет сияқтымыз. Мұнда қыздарымыз келіңдерші. Бірақ өздері өте әдемі, сұлу қыздар. Жаңа ең қалмақ батырларымыз келіңдерші. Екеуі қалмақ деген кім екен білмесе де жақсы ойнайды екен. Өте керемет. Енді мен бұл жаңа Қазақстан құру жас азаматтардың қолында. Жаңа Қазақстанда құру үшін бізге білім керек, ғылым керек, зерттеушілер керек, таланттар керек, ғалымдар керек. Біз осы жеңісімізде біз бұл жаңа Қазақстанда құру үшін жастардың өте мықты және қайсарлы жастарымыздың қолында екенін білеміз. Сіздермен болған біз 7А класс ментор құрамасы.